Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен лапша мен еттен осындай дәмді салат дайындаймыз. Керекті заттың барлығын видеоның астына көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға су құйып, татымына қарай тұз салып, бетін жауып, газға қайнағанша қойып қоямыз. Мінекей біздің суымыз қайнады. Өздеріңізге керекті мөлшердегі лапшаны салып, бір араластырып аламыз. Әбден пісқанша қайнатып аламыз. Лапша піскенше етімізді турауға кірісеміз. Ең алдымен етімізді мен осылай бөліктерге жіңішкелеп турап алдым. Соломка етіп, жұқалап тураймыз. Біздің етіміз тез пісуі үшін. Одан кейін морковьті корейская теркадан ұзыншақ етіп өткізіп аламыз. Немесе бұлай өткізбей-ақ ұзыншақ етіп турап алсаңыздар да болады пышақтың көмегімен. Біздің ет салмамызға бәрі дайын. Енді табаға май құйып, майды кішкене көбіректеу құйыңыздар. Одан кейін етімізді салып, әбден қуырамыз. Әбден қуырғаннан кейін баяу отта бетін жауып өз суына бұқтырамыз. Су мүлдем қоспаймыз. Су азайып бұққаннан кейін үстіне теркадан өткізілген морковьті қосып араластырып аламыз. Одан кейін татымына қарай тұз және бұрыш қосып, қайтадан араластырып, бұқтырып қоямыз. Жиі араластырып отырамыз. Біз баяу отта морковь піскенге дейін ұстаймыз. Мүлдем су қоспаймыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Енді піскен лапшаның үстіне бір тісше чеснокты үккіштің ең кішкентайынан өткізіп қосамыз. Одан кейін ет салмамызды саламыз. Одан кейін соңында біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, әрі өте тез дайындалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.